Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз халық банк қосымшасы арқылы көліктің тіркелу тарихын тексеретін боламыз. Алдымен халық банк қосымшасына кіреміз. Бізде халық банк. Міне, қосымшасының үстінен басамыз. Сөзіңізді енгізіп кіресіз. Одан кейін госуслуги, мемлекеттік қызметтер бағаны өтесіз. Мемлекеттік қызметтер. Біршама уақыттан кейін история владения авто деген шығады. Соның үстіне шертуіміз қажет. История владения автоның үстіне шертеміз. Одан кейін мына бағанға көлігіңіздің мемлекеттік тіркеу нөмірін, ал екінші бағанға көліктің тіркеу, яғни техпаспорттағы көрсетілген нөмірді жазуымыз керек. Мемлекеттік нөмір, тіркеу нөмірі, техпаспорттың нөмірі. Одан кейін продолжить батырмасын шертіп, келесі бағанға өтеміз. Біршама уақыттан кейін көлігіңіздің қысқаша мәліметтері шығады. Шыққан жылы, кузовы, алғашқы тіркелген күні менде августтың 23 август 2005 жылы тіркелген. Егер бұл жерде газ құрылғысы орнатылған болса, да деп шығады. Жоқ болса, менікінде жоқ болып тұрады. Көріп отырғандарыңыздай, менің көлігім 6 рет тіркеуден өткен. Алғашқы тіркелу Қызылорда облысында жүзеге асқан. Одан кейін ең соңғы тіркелу Түркістан облысында. Басқа көліктерді де осылай тексеріп көрсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет.